Қобыланды Тоқтарбайұлы қазақ хандығының тарихына айрықша орын алған батырлардың бірі. Ол өте ұзақ өмір сүрді. Алтын Орданың ыдырау дәуірінде дүниеге келіп, шамамен қазақ ханы Мамаштың кезеңінде қайтыс болған. Халық арасында өте алып денелі дәу адам болып көзге түсті. Деректерде басы дәу, сүйегі түйеден де ауыр, қолдарының жуан болғаны сонша, әрбір саусағы арқардың мүйізі секілді қалың болғаны айтылады. Сондай-ақ айбарынан адам сескенетін өте сұсты адам болған. Достар, ютубтан айына 1 миллионға дейін табыс табуды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. 13 жасында Құртқа есімді ауруға үйленген болатын. Жас кезінен батырлығымен, талантты қолбасшылығымен көзге түсіп, Әбілхайыр хандығында Әбілхайыр хан әскерінің қолбасшысы болды. Қобыландының басшылығымен Әбілхайыр хандығы Орта Азиядағы ең қуатты мемлекетке айналды. Қобыланды батыр қазақ хандығының құрылуына ең басты себепшілердің бірі болатын. Себебі Әбілхайыр ханның 2 үлкен лауазымды адамы болды. Оның бірі Арғын тайпасының өкілі Ақжол би болса, бірі Қыпшақ тайпасынан болған Қобыланды етін. Ақжол би көптеген дауды әділ шеше білетін әйгілі қазы болды. Дегенмен Қобыланды мен Арғын би бір-бірін өзара жақтырмай тартысып жүріп, далада болған сондай бір ерегістердің бірінде Қобыланды Ақжол биді өлтіріп қояды. Бұл жайында Ақжол бидің әкесі Қотан жыраудың «Қара Қыпшақ Қобыландыда нең бар еді құлыным» деп баласын жоқтап айтылған толғауынан белгілі. Сонда арғындардың мүддесімен келген Жәнібек ашуланып Әбілхайыр ханнан шариғат заңы бойынша кісі өлтірген Қобыландыны өлім жазасына кесуді талап етті. Қыпшақтардың бой көтеруден сескенген Әбілхайыр 3 кісінің құнын берейін деп оны өлтіре алмайтындығын айтқанда, Жәнібек өкпелеп кетіп қалды. Одан кейін арғындар Әбілхайырдың бізге керек жоқ, сендер бізге хан болыңдар деп Керей мен Жәнібекке ұсыныс білдірді. Солайша осы оқиғадан кейін арғындар және олардың одақтасы керейлер, кейіннен оларға ілескен басқа да қазақ тайпалары Әбілхайыр хандығынан бөлініп кетті. Көп ұзамай Қобыландының өзі де Әбілхайырды тастап қазақтардың қонысына көшіп келді. Ол ұзақ уақыт бойы Ақжол биді өлтіріп қойғаны үшін елдің алдында өзін ұятты сезініп жүрді. Қазақ хандары Қобыландының талантын әбден пайдаланды. Қазақ ноғай соғыстарында Қобыланды батыр ноғайларды күйретті. Бұл соғыстар алдағы уақытта қазіргі Батыс Қазақстан жерінің қазақ хандығына қосылуына ықпал жасады. Әбілхайыр хандығындағы Керей мен Жәнібекке қосылуды қаламаған қазақ тайпалары Жайбақ ханның басшылығымен Өзбекстан аумағына басып кіріп, ол жақта Әмір Темір мемлекетін басып алған болатын. Шайбан хан одан бөлек қазақ хандығы мен Ауғанстан жеріндегі қазақ түркілерімен, Бабырмен және Әзірбайжанның қызылбастарымен соғыс қимылдарын жүргізді. Бірақ бұның бәрі ауыр тиіп, ақыры Әзірбайжанның қолынан қаза тапты. Бұхар хандығының айтарлықтай жер көлемін басып алған әзірбайжандар қазақ даласына өтіп кеткенде Қобыландыға жаудың көзін жой деген тапсырма берілді. Қобыланды бастаған қазақтар Әзірбайжан әскерін тас-талқан етіп жеңіліске ұшыратып, қазақ даласын қорғап қалды. Әзірбайжандардың қауіпті екенін түсінген қазақ хандығы Бұхар хандығына әзірбайжандарды Орта Азиядан қуып шығуына үлкен әскери қолдау көрсетті. Бабыр Қасым ханнан әскери қолдау сұрағанда, Қасым хан Қобыланды бастаған қазақтарды Дели сұлтанатын жаулап алуға аттандырды. Қобыланды бастаған қазақтар Бабырмен бірге Дели сұлтанатын, артынша раджпуттарды басып алып, ұлы моғол мемлекетінің негізін салды. Бұл жайында толығырақ бұрынғы видеоларда айтып өткен болатынмын. Жеңістен соң қазақтардың бір тобы Бабырмен бірге Үндістан аумағында қалса, бір тобы Қобыландымен бірге елге қайтты. Қобыланды батыр егде тартқан жасына қарамастан бұрынғы әдетінше қазақ ноғай соғыстарына кіріп кетсе керек, ноғайдың едіге батырының ұрпағы Орақ батырдың қолынан қаза тапты. Қобыланды батыр қазірге Ақтөбе облысында жерленді. Достар, сондай-ақ менің телеграм каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен ол жақта әртүрлі тарихи деректерді қарастыратын боламын. Сілтемесі видеосында.